Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 61-ші сабақ. Бүгінгі тақырып көңіл сұрауды білемін. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп рөлге бөліп оқисың, мәтінді сахналайсың, кейіпкерлердің іс-әрекетіне көзқарасыңды білдіресің. Бірінші тапсырма: оқыған мәтіндеріңе сүйеніп нақыл сөздердің мағынасын түсіндіріп көр дейді балалар. Денің сау болса, жарлымын деме. Жолдасың көп болса, жалғызбын деме. Денсаулығы жақсы, дені сау адам ешқашан жарлымын деуге болмайды екен балалар. Себебі денсаулық бұл зор байлық. Жарлымын деген ол кедеймін деген мағынаны білдіреді екен. Егер сендердің достарың көп болса, жалғызбын деме. Өйткені саған көмек керек болса, сол достарың сенімен бірге болады. Балалар, мезгілсіз уақытта, яғни кешке, түнде науқас адамның көңілін сұрауға болмайды екен. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Жолбарыс пен түлкі. Ертегі: бір күні жолбарыс сырқаттанып қалады. Әміршінің көңілін сұрау үшін оның үйіне барлық аңдар жиналады. Тек түлкі ғана келмейді. Мұны байқап қалған қасқыр жолбарысқа жүгіріп келіп, түлкінің сыртынан өсек айтады. Ашуланған жолбарыс күжілдеп дереу түлкіні алып келуді бұйырады. Бұл хабарды естіген түлкі жолбарысқа өзі жүгіріп келеді. О құдіретті күшім! Сіздің мені көргіңіз келген екен, міне алдыңызға келіп тұрмын дейді. Ей, деп күжілдейді жолбарыс, барлық аң келіп менің көңілімді сұрады. Ал сен, ей құдіреттім, сіздің науқас екеніңізді мен барлығынан бұрын білдім. Содан сізге дәрі іздеп кеттім дейді түлкі. Солай ма, деп жолбарыс сабасына түседі. Үшінші тапсырмада балдар ертегіні түлкі мен жолбарыстың рөлін мәнерлеп оқыңдар. Төртінші тапсырма: берілген сурет мәтіндегі оқиғаның қай тұсына сәйкес келеді? Жолбарыс пен түлкінің диалогын құрыңдар дейді. Бұл жерде балалар сурет мәтіндегі жолбарыс пен түлкінің әңгімелесуіне сәйкес келеді екен. Жолбарыс: барлық аңдар келіп менің көңілімді сұрады. Ал сен? Түлкі: мен сіздің науқас екеніңізді біліп, дәрі іздеп кеттім, деп жауап береді. Бесінші тапсырма: төмендегі сөздер кейіпкерлердің қайсысына қатысты екенін айт, түсіндір. Айлакер, күшті, аңқау, тапқыр, айбатты және қу. Жолбарыс: күшті, аңқау, айбатты. Түлкі: айлакер, тапқыр, қу. Жолбарыс қанша күшті, айбатты болса да, ол қу түлкінің алдауына алданып қалды.